Ерте заманда орманда ешкі мен жетілақ бір үйде тату-тәтті өмір сүріпті. Балаларым, мен орманға барамын. Есікті ашпаңдар, қасқырдан сақ болыңдар. Жарайды анашым. Қасқырды білеміз. Есікті ашпаймыз. Сау болыңдар, балапандарым. Сау болыңыз анашым. Бұл үйден дәмді тамақтың иісі шығады. Көрейікші. Балаларым, есікті ашыңдар. Мен базардан сендерге тамақ алып келдім. Мен аналарыңмын. Жоқ, сен анамыз емессің. Даусың жуан. Есікті ашпаймыз. Бұл кім өзі? Лақтар есікті ашпаған соң қасқыр бір қулық ойлап табады. Енді ұнмен аяқтарымды ағартып, аналарындай боламын. Балаларым, есікті ашыңдаршы. Аналарың келді. Анашым келді. Ашайық. Дауысы өзгерген сияқты. Қашыңдар. Бұл қасқыр екен. Жасырын, тез. Енді құтылмайсыңдар. Бүгін нағыз той болатын күн. Сендер енді меніксіңдер. Бүгінгі түскі асқа лақтардан қуырдақ жасаймын. Енді тыныш бір жерде той жасаймын. Қасқыр мені байқамады. Анашым қашан келесің? Не болған бұл жерге? Балаларым қайда? Жетілағым қайдасыңдар? Анашым келдің ба? Қасқыр келіп, барлығын ап кетті. Мен оларды құтқарамын. Мен балаларымды жалғыз қалдырмаймын. Балаларым, мен сендерді табамын. Қасқырдан аман алып қаламын. Мейірімді ана балалар үшін ештеңеден қорықпады. Ол батылдықпен қасқырдың ішін кесіп, лақтарын аман есен құтқарып алды. Анашым, біз тіріміз. Қорықпаңдар балаларым. Енді қауіп жоқ. Қазір біз қасқырдың ішіне мына тастарды салып қоямыз. Ішінде лақтар бар деп ойласын. Қашым, тым көп жеп қойдым-ау. Бір жұтым су ішейін. Көмектесіңдер. Көмектесіңдер. Мен батып бара жатырмын. Жоқ. Көмектесіңдер. Мен батып барам. Міне балаларым, үйімізге аман есен жеттік. Я, үйімізге келдік. Кіріңдер балаларым, қарындарың ашқан шығар. Бүгін бәріміз біргеміз. Я, балаларым, мен сендерді мақтан тұтамын. Аны жүрегі мейірім мен батылдықтың үлгісі. Балаларға қамқор болу, жақындарынды қорғау ең үлкен батырлық. Ал балалардың анаға деген сүйіспеншілігі шексіз қуат көзі. Анашым, біз біргеміз, бәрі жақсы аяқталды. Я, балаларым, мейірімділік әрқашан жеңеді.